Сәлеметсіздер ме, білім алушылар? Ер есімі ел есінде атты тәрбие сағатымызды бастаймыз. Сабағымыздың мақсаты 1941-45 жылғы Ұлы Отан соғысында неміс басқыншыларын талқандауда, Қазақстан халқының майданда және тылда көрсеткен ерен ерлігін паш ету, тарихи санасы қалыптасқан, соғыс атаулығы жаны қас, ер жүрек, отанын шексіз сүйетін, ұлттық рухы жоғары, шығармашыл, жеке тұлға тәрбиелеу. Фашистік Германия 1941 жылы 22 маусымда соғыс жарияламастан тұтқиылдан КСРО-ға шабуыл жасады. Кеңес одағының Ұлы Отан соғысы басталды. Тарихта Ұлы Отан соғысындай қасіретті соғыс болған емес. Соғыста 27 миллионнан астам кеңес адамы қаза тапты. Соның ішінде 410 мыңы қазақстандықтар болатын. Солдаттың көкірегі толарманы оқ жаңбыр астында да жоғалмады. Отан мен анасы үшін алға деді, амал не, көпшілігі оралмады. Мәскеу үшін шайқаста ерлік көрсеткен қазақ батырлары. Мәскеу түбіндегі шайқаста 316-шы атқыштар дивизиясы командирі Кеңес одағының батыры Бауыржан Момышұлы болған. Төлеген Тоқтаров Мәскеу түбіндегі Бородино селосы үшін шайқаста неміс штабына ең бірінші болып кіріп, неміс офицерлерін жойып қаза болған Кеңес одағының батыры. Мәлік Ғабдуллин 1941 жылдың қыркүйегінен бастап соғыстың соңына дейін фашистік күштерден отанды қорғау борышын абыроймен атқарды. Қазақ халқының батыр қыздары Әлия мен Мәншүк. Әлия Молдағұлова, қаһарман қазақ қызы, Кеңес одағының батыры. 26-шы атқыштар дивизиясының құрамында ұрысқа қатысып мергендігімен көзге түсті. Новосокольники темір жол станциясы маңында болған ұрыста Молдағұлова жауынгерлерді шешуші шайқаста бастап қаһармандықпен қаза тапты. Мәншүк Мәметова 1942 жылы өз еркімен майданға аттанған ол 21-ші атқыштар дивизиясының құрамында атысты. Аға сержант пулеметші Мәншүк мергендігімен, ержүректігімен көзге түсті. Ол Невель қаласының түбіндегі шайқаста соңғы демі үзілгенше қолынан пулеметті тастамаған күйінде қаза болды. Күткен жеңіс жарқ етті, сәуле шашып, жеңіс келді, қуандық, көңіл тойып, жауды жойып батырлар елге оралды, ата-анамен қауышты құшақ жайып. Жеңіс күні біздің баршамыз үшін халқымыздың жанқиярлық ерлігінің нышаны, ержүректілік пен төзімділіктің және қаһармандықтың символы. Лайым біздің ата-бабаларымыздың ерлігі өскелең ұрпақ үшін өжеттіліктің, намысшылдықтың, адамгершіліктің зор үлгісі болсын. Сабағымызды қорытындылайтын болсақ, ата-бабаларымыздың арқасында бүгінгі күні өз тәуелсіздігімізді алып, егеменді ел болып, әлемге танылып отырмыз. Өз әнұранымыз, өз ел таңбамыз, әрқашан биіктен көрінер туымыз бар. Бұл біз үшін үлкен қуаныш, үлкен бақыт. Қуанышымыз, жеңісіміз ұзағынан болсын. Елімізде бейбітшілік болсын. Айбынды азаматтарымыз аман болсын.